Қайырлы таң, аман есен ояндыңыз ба? Онда міндетті түрде былай деңіз: Я Раббам, мені ұйықтағаннан кейін қайта оятқан, оянуыма мүмкіндік берген саған сансыз шүкірлер, мақтаулар болсын. Және осы келер күнімізді маған және бүкіл мұсылмандарға екі дүниеміз үшін хайырлы ет деп сұраңыз. Өйткені ғалымдар айтады, адам баласы таң атыруымен өзінің өмірін саудаға қояды дейді. Кешке дейінгі өміріңізді айтып жатқаны ғой. Ал сауда бұл сауап, күнә мәселесі. Сөйтіп, кешке ол адам Раббысының алдына не ұтыспен оралады, не ұтылыспен оралады дейді. Сауаппен не болмаса күнәмен дегені ғой. Алла күнәдан сақтасын баршамызды. Тағы ғалымдардың айтқан керемет сөзі: кімде-кім арайлап атқан таңды көрсе, аман есен оянса дегені ғой. Онда Алла тағала ол адамға салихалы амалдар жасап қалуға, тәубе етіп қалуға, жәннатқа кіргізетін ізгі бір амалды жасап қалуына тағы бір мүмкіндік берген екен дейді. Ағайындар, сол мүмкіндігімізді жіберіп алмайық, жәннатқа кіретін амалдарды жасап қалуды Алла баршамызға нәсіп етсін.